Қазір сіздерге осы үйлерді толық көрсететін боламын. Жеке-жеке кіріп. Бұл үйлер ма, қонақ үй ма? Өздеріңіз ойларыңыз жаза кетіңіздер төменге. Міне. Қазір мы подвалынан бастап түсірейік. Керемет етіп подвал салынған екен. Мына жақта тиын жүр екен. Жоғары көтеріп жатыр. Міне материалдардың бәрі қалған осы жерде осылай. Ағаштар, осындай темірлер. Жерде қар. Ішіне ағаштар толық болған екен. Цементтер ма? Міне подвал. Подвал бір шолып толық көрсетіп шығайын. Әкеңіздер. Енді керемет құйылған. Құрылысына әңгіме жоқ. Цементтері қалың етіп керемет құйылған. Тоқтарына дейін барлығы жүрілген. Құрылыс бітпей қалған. Міне қараңыздар. Ағаштар тау болып жатыр енді. Жоқта ештеңе жоқ екен. Бірақ жоқта да ештеңе жоқ екен. Қазір үйлердің өзін көрсететін боламын. Ағаштар өте қалың, сапалы ағаштар. Жатқанда біраз болған бұлардың. Бұл жерде. Қазір үйге шығып көрсететін боламын үйлерді. Мына жақта тағы бір кезекті үйге келе жатырмын. Қараңыздаршы мына жақта. Қандай ағаш. Ағаштан ешқандай мәселе жоқ сияқты бұл жақта. Өте сапалы ағаштар жиналып жатыр топ-топ. Міне мына жақта да рельстің ағаштары ма? Өте сапалы ағаштар. Таудағы үйлердің сырттан көрінісін көрсетейін. Таудағы табиғатты қараңыздаршы, қандай керемет. Тауға қар түскен. Керемет көрініс болып тұр, ғажап көрініс. Мына жақта өзен ағып жатыр. Сарқырап. Осындай керемет табиғат аясында орналасқан таудағы қонақ үйлер. Қараңыздар. Қандай ғажап жерде орналасқан. Жан-жағының барлығы тау. Таудың ортасында ауасы өте таза. Қарағайлар, әртүрлі өсімдіктер, қар жатыр. Керемет жерде орналасқан жатыр. Үйлердің төменнен көрінісі. Қараңыздаршы, қандай керемет етіп салынған. Мынау төмендегі фундаментінің өзі қандай қалыңдықта көтеріліп енді керемет салынған. Осындай керемет табиғат аясында. Міне үйдің алдындағы террасадан көрініс. Осындай төмен жаққа осылай көрініс ашылады. Міне жаңағы подвалы. Мына үйде ғана адамдар тұратын сияқты. Өйткені терезелері жабық. Перделері бар, есіктері құлаулы сияқты және сырланған адам кетіп тұратын сияқты бұл жақта. Ал қалған үйлер сырлары көшіп тозығы жетіп тұр екен. Тозып тұр екен. Қазір кіріп көрсететін боламын. Құрылыстары толық бітпей қалыпты. Міне қазып канализациясына дейін. Бірақ аяқталмай қалған. Жеке-жеке кіріп көрсететін боламын қазір үйлерді. Қазір ең бірінші осы үйден бастап көрсетейін. Үй 3 этаждан құралады екен. Подвалмен қосқанда. Міне баспалдақтарының сыры кетіп, тозын құрап қалған екен. Ағаштары да көрініп тұр. Ондай канализациялары бар. Барлығы жүрілген.
Мына жаққа да бір құрылыс салынбақшы болған екен, тоқтап қалған болды. Фундаментін құйып, дайындап қойыпты. Осы үйдің қасына материалдардың барлығы жатыр. Міне террасадан көрінісі. Бір жақ бетінің жаңағы адам тұратын үй екен бұл. Өйткені төмен жақтарының барлығы құлтанған. Терезелерге штор қойылған. Сырланған. Үй жақсы жағдайда тұр екен. Бұл жерге адам келіп тұрады екен, көрініп тұр. Ал мына үйлерде құрылыс өтпей, сол күй тозып қалған сияқты бұл үйлер. Үйдің ішіне кірдім. Осындай терезе, есік, ағаштар. Терезелердің, есіктерінің барлығы ашық. Біз кіріп, тек қана жай түсіріп кетеміз. Тоқтарының бәрі жүрілген үйдің. Мінекейіңіз. Құрылысшылар ішіп қалдырған сияқты. Көрінісі бөлек. Әртүрлі заттарын қалдырып кетті. Құрылыс өтпей қалған үйдің. Тоқтары бәрі жүрілген. Баспалдақтарына дейін салынған. Екінші этажға келдік. Есік терезелері сол күйі сап-сау. Арнайы көлеңкаларға орап дайындап қойған екен. Автомат светтеріне дейін қойылған. Көрініс. Сол күйі құрылыс өтпей қалған. Терезелердің барлығы үлкен-үлкен етіп қойылған панорамный терезелер. Егер дұрыс түсірмей жатсам, аяқ қоя бермейсіздер. Асығып түсіріп жатырмын. Терезелердің бәрі керемет. Панорамный. Өте биік терезелер. Ол үшінші қабаты. Подвалмен санағанда. Сыртқы көрініс көрсете кетейін сіздерге. Террасаға шығатын жағы. Сыртқы көрінісі. Қарағайлар, енді қарағайлардың биіктігінен ештеңе көрінбей тұр. Төменде өзен ағып жатыр. Дауысы енді керемет шығып жатыр, салқат. Камера барлығын толық жеткізе алмайды. Бірақ енді құрылыс енді өте керемет. Үшінші қабаты осылай екен. Терезелері барлығы тұр. Ағаштары өте сапалы, қарасаңыздар. Қалың. Қатты көрінбейді көзге, бірақ камераға дұрыс көрінбейді, бірақ өте сапалы екен көрініп тұр. Кішкентай бөлме екен өзі. Келесі үйлерді көрсетейін енді. Мынау жаңа сыртындағы құрылыс өтпей қалған жер. Қараңыздар. Цемент қарайтын. Енді мына жердің табиғаты сөз жоқ. Әңгіме жоқ, ғажап. Міне құрылыс аяқталмай қалған, бірақ енді керемет етіп салып жатқан. Кірпіштері үгітіліп, бұзылып жатыр екен жайлап. Тау керемет болып тұр ғой. Швейцариядан артық болмаса кем емес шығар. Швейцарияда болмадық, бірақ мынау енді ғажап көрініс. Қарағайлар енді. Қазір мына үйді кіріп көрсетемін мынау. Енді келесі кезектегі үйді көрсетейін сіздерге. Подвалы.
Бұл жерінде сулары, тоқтары бәрі жүрілген. Көріп отқандарыңыздай. Бұл жақтарда да есік терезелер барлығы қалып қойған екен. Салынбай. Бірінші этажын көрсетейін енді. Жақтарда ештеңе жоқ. Бірақ бөлмелері кең болып салынған. Өте кең болып. Биіктігі де потологының өте биік. Келесі қабатты көрейік енді. Бұл жерлерге адам кірмегелі біраз болған сияқты. Терезелер енді керемет. Осындай көрініс. Террасасын шығып көрейік. Жаңа кірген үй. Оның жанындағы осы үй. Енді келесі кезектегі үйді көрсейін сіздерге. Асфальтпен түсіп. Қазір кіріп көрсететін болам. Мына жақта сейф сияқты автомат бар екен. Тоқтардың бәрі жүрілген. Қарап отырғандарыңыздай. Автоматтар барлығы керемет. Материалдардың бәрі салынған. Екінші қабатқа келіп көрейік. Потологының биіктігін қараңыздаршы. 3 метрден жоғары енді. Өте биік. Барлық үйлерде осындай қажетті материалдарын қалдырған. Бірақ құрылысы бітпей қалған. Үшінші этажға кіріп көрейік енді. Мінекейіңіз. Бөлмелері өте кең. Потолоктар өте биік. Құрылыс сапасы енді әңгіме жоқ. Терезелерді қараңыздар. Қандай керемет. Панорамный терезелер салып қойған. Сырттағы көрініс керемет көрінеді. Тез түсіріп жатсам айып қоя бермейсіздер. Қараңыздаршы, брусчаткалерге дейін осылай сыртта жатыр да. Қаншама материалдар сыртта жатыр. Ғажап көрініс. Видеоны көріп, қолдап, бағалап кетіңіздер. Тауға демалысқа келген. Осы демалысқа шығатын жағымда осындай үйлер қаңырап бос жатыр, қанша жылдан бері. Соны сіздерге көрсетіп, бөлісе кетейін дедім. Бұл үйлерді қандай мақсатта пайдалануға болады, қалай ойлайсыздар? Төменге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Назар салып, соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдірем. Рахмет, тіркеліп қолдап кетіңіздер.